Көп адам тойып тамақ ішкеннен кейін бірден демалып жатуға үйренген. Әсіресе кешкі ас ішіп, теледидар қарап жатып, сол орында ұйықтап қалу біз ойлағаннан әлдеқайда зиян. Ғылым бұл әдетті үнсіз жау деп атайды. Себебі ол бауыр, асқазан, ұйқы безі мен жүрекке ауыр соққы береді. Ол қалай? Толық айтып береміз. Бірінші бөлім неліктен тамақтан кейін жатуға болмайды. 1. Астың толық қорытылмауы. Тамақтан кейін бірден жату асқазанның жұмысын баяулатады. Ауырлық күшінің әсері жоқ болғандықтан тағам ішекке өтпей тұрып асқазанда тұрып қалады. Бұл ас қорытуды бұзады, қышқылды арттырады, кебуге және рефлюкске әкеледі. American Journal of Gastroenterology зерттеуінде тамақтан кейін 30 минут ішінде жатқан адамдарда асқазан өңеш рефлюксі 60% жиі кездескен. 2. Бауырға салмақ түсуі. Тамақтан кейін ағза барлық күшімен ас қорытуға көшеді. Егер адам жатса, қан айналым баяулайды, бауырдағы метаболизм процесі тежеледі. Бауыр ферменттерінің белсенділігі төмендеп, майлы тағамдар толық ыдырамай, стеатоз, бауырда май жиналу қаупін арттырады. 3. Қандағы қанттың күрт көтерілуі. Тамақтан кейін жату ұйқы безінің инсулин бөлуіне кедергі келтіреді. Бұл әсіресе қант диабеті немесе метаболизм бұзылыстары бар адамдарға өте қауіпті. Екінші бөлім тамақ пен ұйқы арасы, уақыт пен тәуекел. Ұйқы мен кешкі ас арасы кемінде 2-3 сағат болу керек. Майлы, ашы, қуырылған тамақтан кейін бұл уақыт 4 сағатқа дейін ұзаруы мүмкін. Journal of Sleep Research журналы. Кешкі 21:00-ден кейін тамақтанып, 22:00-де ұйықтаған адамдардың бауыр ферменттері жоғарылап, түнгі жүрек соғысы жиілегені анықталған. Оң жақ бүйірмен жату бауырды қысады. Бауыр анатомиялық тұрғыда оң жақта орналасқан. Жатып қалғанда ол қысымға түсіп, өт жолының қысылуына және бауырдан өттің шығарылу бұзылысына келеді. Үшінші бөлім қай әрекеттер дұрыс? 1. Тамақтан кейін жаяу жүру 10-15 минут. Жеңіл қозғалыс ас қорыту ферменттерінің бөлінуін ынталандырады, қант деңгейін тұрақтандырады, бауырға түсетін жүктемені азайтады. 2. Сол жақ бүйірмен жату қажет болса, асқазанның анатомиясы солай орналасқан, сол жақпен жату тағамның ішекке оңай өтуіне көмектеседі. 3. Сұйықтықты асықпай ішу. Тамақтан кейін бірден көп су ішпеңіз. 30-60 минут күткен дұрыс. 4. бөлім тамақтан кейін жату ұзақ мерзімді зияндары. Майлы бауыр, стеатоз, алғашқы белгілері байқалмайды. Бірақ 2-3 жыл ішінде созылмалы бауыр жеткіліксіздігіне апаруы мүмкін. Гастроэзофагиалды рефлюкс, өңешке қышқыл көтеріледі. Бұл түнгі жөтел, қыжыл, тіпті өңештің жарасына алып келеді. 2 типті қант диабетіне жол ашу, ұйқы кезіндегі инсулин дисфункциясы. Артық салмақ және жүрекке қысым, тамақтан кейін бірден жатып демалу, майдың жиналуына, метаболизмнің баяулауына себеп болады. Қорытынды. Тойып алып жату рахат емес, ағзаға соққы. Ас қорытуды қиындатып бауырға, ұйқы безіне, жүрек пен ішекке қысым түсіреді. Бүгіннен бастап тамақтан кейінгі әдеттеріңізді өзгертсеңіз, ертең сізді ауруханалар емес, денсаулық күтіп тұрады.